Жұмыс істейтін зейнеткерге зейнетақы төленбеуі керек. Соңғы күндері осы жаңалық желіде қызу талқыға түсіп жатыр. Басқа емес, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің өзі айтқан соң, халықтың дені оны күшіне енген заң сияқты қабылдап та жатқаны рас. Алайда Светлана Жақыпованың өзі толық сөзімді бермей, ішінен бір бөлігін ғана жариялаған деп ақталды. Негізі жаңағы эксперттермен айтып отырғандарымыз, біздің қазіргі уақытта зейнетақысын алып отырған азаматтарға ешқандай кедергі келтірмейді. Олар қалай өздерінің зейнетақысын алды, қалай жұмыс істеп отыр, ол солай ары қарай жалғаса береді. Және де мен айттым, ол ұсыныс ешқандай заң жобасы даярланған, үкіметпен келісілген ештеңеде ондай жоқ. Бұрын неге журналистер тек қана бір сөзді ғана жұлып алып, соны ғана беріп, хейт дейді, хайп деймі, сонымен күллігі қоғамды дүркіретті, рас. Бірақ сіздер, менің өтінішім, сіздер дұрыс жеткізіңіздерші. Депутаттарда министрдің бұл бастамасын сынға алды. Енді қазіргі уақытта ең осал топтың бірі осындай зейнеткерлердің есебінен бюджеттің тапшылығын шешеміз деген мәселе әрине де ол ешқандай ойға қонымсыз және де тиімсіз шешім. Сондықтан әрине бұған ешкім жол бермейді. Және де қазіргі уақытта бұл мәселе көтеріліп жатқан жоқ, күн тәртібінде тұрған жоқ. Болғанның өзінде біз әрине бұл шешімге қарсы тұра аламыз деп айтуға болады. Бүгін енді сөзінен кері тартып, кел жаққа бұрып атқан сияқты, бұның өзі де қоғам ішіндегі депутаттар арасындағы наразылықтың бар екенін көрсетті. Шын айтайын, осы кезге дейін әріптестерімізді сөйлескенбіз, егер ондай заң жобасы енетін болса, біздер онда бір топ депутат жиналып, мысалы үшін Конституциялық кеңеске шағымданайын деп отыр едік. Министр қазіргі зейнеткерлерге еш қатысы жоқ екенін айтты. Ал осындай құжат қабылданып кетсе, алдағы уақытта азаматтардың зейнетке шыққан соң жұмыс істеуіне шектеу қойылуы мүмкін бе? Ол жағын нақтыламады. Мен өзім немеремді қорқам беруге ондай жерге. Бұл депутат Еділ Жаңбыршиннің оқу ағарту министріне айтқан арызы. Балалардың қауіпсіздігі бәрінен маңызды деген мәжілісімен балабақшаларды лицензиялауды ұсынған болатын. Министр бұл мәселені алдағы уақытта қарастырамыз деп құтылды. Мәжіліс отырысынан кейін журналистер Ғани Бейсенбаевқа сағаттың шегерілуінен екінші ауысым оқушыларының қараңғыда үйге келетінін алға тартып, сабақ уақытын қысқартуға бола ма деген сауал қойды. Министр пандемия сияқты төтенше кезеңде ғана ондай қадамға баруға болатынын еске салды. 5 минут балалардан ұрланбау керек, оның орнын каникул кезінде, немесе жаздық, немесе көктемдік, басқа да каникул кезінде осының орнын толтыру, балалардың білімін тексеріп қадағалап отыруды тапсырдым. Өйткені ең басты, жаңағы айтып кеткендей, білімнің сапасы, балалардың қауіпсіздігі бірінші кезекте болу керек. Сондай-ақ бүгін Астанаға Қарағанды облысының әкімі келіп жұмысына есеп берді. Ермағанбет Бөлекбаев аймақта атқарылған жұмыстар туралы баяндама жасап, сұрақтарға жауап берді. Әкімнің сөзіне сенсек, бәрі жоспарға сай жүріп жатыр екен. Бір айта кетерлігі, облыста әлі күнге ауыз су тартылмаған 40 шақты ауыл бар көрінеді. Аймақ басшысының өзі растады. Ондай ауылдар бар, шағын ауылдар бар. Ондай шағын ауылдарға біз жаңа КБМ деп қойып жатырмыз. Кейбір жерде егер судың көзі болса, көзін ашып, суда тартып жатырмыз. Болашақта біздің жоспар бойынша 25 жыл қала мен ауылдарда 100%-ға шейін сумен қамтамасыз етеді. Біздің жоспар бойынша. Қазіргі таңда бізде тағы да жобаларымыз бар, бюджетте қарастырылып жатыр. Осы 3 жылдық бюджетте де қарастырылып. Бұдан бөлек аймақтағы өзекті мәселенің бірі ауаның тазалығы. Қармет және Балқаш мыс компаниялары бұл бағытта нақты шаралар қолға алғалы отыр екен. Әкім алдағы 2-3 жылда ахуал біршама жақсарады деген сенімін жасырмады. Бақтнұр Әлібай, Жансерік Тұрсынұлы, Мәлім КЗ.